Adamlar fotosessiya жасап жатыр. Осы жерге келіп фотосессия жасау бұйырсын баршаларыңызға. Ішінде балықтар жасап жатыр. Сәлем достар, Памуккале қаласындамыз. Памуккале өзінің ыстық көлдерімен ерекше. Қандай саябақ, не деген әдемілік бұны. Мөлдір таза. Кетіп ағып жатыр. Осындай достар, Памуккале қаласы туристер ең көп келетін қала. Қала деуге де болмайды, бір шағын ауыл сияқты. Осындай ақ тастарымен, ыстық суларымен ерекше. Ана жерде аспанға ұшып жатыр адамдар. Қазір паркіне барып көреміз. Не бар екен? Күн өте ыссы бұл жақта. Күйіп кетесің. Сондықтан да бүгін таңертең ерте 6-та тұрып келдім, сағат 7 қазір. Күн қатты ысымай тұрғанда барлығын тез аралап алу қажет. Бұлақ. Ақтаудың тастары сияқты. Біздің Ақтауда да керемет жерлер бар. Осылай барлық жағдай жасап қойса, келіп қарауға болады. Аяқ шешіп тастадық. Аяғым теңізден күнге күйіп кетіп еді. Одан сайын күйдіріп жатыр ғой мынау. Қараңызға қандай керемет. Аяғым батырып алдым суға. Міне достар, Памуккаленің тауы. Көрдіңіздер ме? Қалай ағып жатыр, тамаша ғой бұл. Adamlar şişini sattı.
O жерге кіру үшін 180 лира берді. Аяққа тегін массаж болып жатыр. Арнасынан тасып төменге ағып жатыр. Адамдар фотосессия жасап жатыр. Лав стори түсіріп жатыр ма? Осы жерге келіп фотосессия жасау бұйырсын баршаларыңызға. Аяқты. Что обжалось? Су жила. Жеттім жаяу. Ең жоғарысына келдік. Аяқ киімді киіп алдым. Ой, қандай рахат аяқ киім. Осындай кезде аяқ киімді шығарған адамға рахмет айтасыз. Қандай керемет.
базармен қарай жүреміз. Мына жақтан не бар екен қарайық. Кадр алынады екен. Ya dostlar, Бегаш Олжабай арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар, лүпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Қандай суретке түсіп жатыр. Мынаның барлығы қолдан жасаған ғой. Тамаша. Памуккале қаласы. Келіңіздер. Мына жақта иттер арпалыс үріп жатыр. Мама салын жақта біреуге үріп жүр иттерге. Не деген тәттақ иттер. Айнымайды бір-біріне. Қараңыздаршы. Мына жақтар бассейнге түсіп жатыр ғой. Тамаша. İçinde balıklar olsa жатыр ya. Assalamualaikum. Hayır, hava seti var mı? Adamlar. Rahattan. Amfiteyatr hani adamlar жүр.
Осындай. Біз қазір ана жерден автобусқа отырамыз да қайтамыз. Төменге қарай. Күн әйтпесе ысып бара жатыр. Шамамен 35-40 градус болып тұр. Арт жағымды күйдірмесін деп капюшонымды да киіп алдым. Көзіме көзілдірік тағуға қорқып жүрмін. Іздер қалып қояр ағарығын деп. Мамыр айында мынандай ыссы болса, жаз айларында қандай болады?